Сәлем оқырман. Жаңа қатысушы Айсұлтан қайта келді. Біреулер қуанса, біреулер болса ренжулі. Қайта келмеймін деген болатын негізінде, бірақ сөзінде тұрмады. Әдеттегідей сұрақтар мөлдір жайлы болды. Айсұлтан дөп кесіп, ендігі ол әңгімені көтермегенін сұрады. Және бір айтқаны менің ойымша мөлдірдің сөйлесіп жүрген жігіті бар сияқты. Сол үшінде ондай әңгіме ешкімге ұнамайды деп ойлаймын деген болатын. Махаббат бітті ме? Кеше ғана қайта қосылама деген үміт болып еді, бірақ шықпады ештеңе. Пікірлер өте көп, негативке толы жетеді. Моляны сұрағандарың орынды. Шығар, ну не знаю. Но оның жігіті бар, уверенно айтып отыр ғой. Моляда ухажерлар жетеді, гүл жіберіп қол жеткізе алмай жүрген. Бірақ Моля өзі де айтты эфирде жүрегім бос деп. Өсек айтқандай айтып отырғаныңа жол болсын. Мен біраздан бері жазып келем Мөлдір мен Айсұлтанды қоспандар деп. Өйткені Мөлдір баяғыда стоп қойған деп, бірақ маған неше түрлі пікір жазып мені кінәлі қылды ғой. Неге жаңа қатысушылар алмайсыздар? Кәдімгідей махаббатқа мұқтаж жандарды. Бұрынғыларды алып, олар іштегі адамдармен қосылып отырады. Лучше есіктерінді жауып бір-бірлеріңмен отыра беріңдер, қол ұстасып. Қызығы кетті мына қосылайықтың. Ей Айсұлтан-ай, әдемі ақ жігітсін. Бірақ басын толық піспеген. Кейде ойланбай сөйлеп қоясын. Кейде өсек айтып қоясын. Сол әдеттерінді қойсан, маңдайыңнан шертіп жүріп аласын қыздардың. Халқым қуасындар ма, жасы кетіп жатыр, үйлену керек қой. Сол үшін олай керек емес, хайпажор деп, Хайпсұлтан деп. Ханзадалықты да алады. Уайымдамаңдар. Оңған қатысушы жоқ болғаннан кейін бұрынғыларды шақырып алып жатыр. Кастинг жасамаған, жалпы жобаның ережелері жоқ. Ұрысып жұлыспау, жекеге өтпеу дегендей. Отырған 2-3 күйеуден шыққан сияқты көкбеттер. Рейтинг түсіп кетті, сондықтан бұрынғыларды шақырып жатыр. Айсұлтан енді қыздарды өзіне ғашық етіп қырылыстырады, бірақ жобада үйленбейді. Сценарий солай болып тұр.